Қайырлы таң Қазақстан, біз бүгін ұзақ күткен бір сұхбатты алмақшымыз. Бүгін бізде қонақта елінің еркеншісі актер Төреғали Төрәлі. Төреғали, өз басым көргеніме қуаныштымын. Енді ең алдымен мен қарындасының ұзатылуымен құттықтағым келеді. Фариза бақытты болсын. Енді Дарханды жаңада айтып жатырмын, өз басым жақсы танимын. Джиу-джитсудан еліміздің көк байрағын әлемдік деңгейде желбіретіп жүрген мықты спортшы. Жалпы өзіңде бір жазбаңда айтыпсың, рұқсат сұрап алдымызға келген күннен бастап беймаза күй кештім деп. Қалай қабылдадың күй болғанда? Енді кімде-кімге оңай емес еді, жүрегің бір парасын жұлып беру. Ыстық суығы енді басылып, қазір өз-өзімізге енді келіп жатырмыз. Жақсы қабылдадым. Қазақта түрі келіскеннен түңілме деген сөз бар ғой, жақсы. Оның үстіне еліміздің атын шығарып жүрген, сондай көк байрақты көкте желбіретіп жүрген сондай қазақтың біртуар жігіт деп айтсақ болады. Қазақтың еті мен сүйегіне сіңген әбден пайғамбар да күйеуін сыйлаған деген сөз бар. Біздің дінімізде де, асыл ұлтымызда да қашанда құрметтейді. Сондықтан енді ел қатарлы солай жақсы қабылдадым. Білуімше сұхбат бермегеніңе бұлай біраз уақыт болған сияқты да, қателеспесем. Арнайы сұхбат бермегелі көп болыпты, кішкене есім үйренбей отыр. Той халықтың қазынасы деп жатамыз. Той десе қу басы домалайды деп жатамыз. Енді осы коронавирус алқымынан алып елді біраз әбігерге салған уақытта әлеуметтік желіде, басқа жерлерде көп талқыланған тақырыптың бірі ол той болды. Біреулер айтты, неке тойсызда өмір сүріп жатырмыз ғой деді. Енді бір айтты, той халықтың қазынасы, ол бізге керек деді. Осыған байланысты жалпы өзің пікірің. Жалпы Төреғали Төрәлі тойсыз өмір сүруге дайын ба? Біздің қазақ тойшыл халық дейміз ғой. Болып жатқан, орын алып жатқан жайтқа байланысты, жағдайға байланысты, жай жапсарын қарап, байыбына барып, қазір мысалы 30-40 адаммен ашық алаңда той өткізуге мемлекет рұқсат берді деген сияқты. Заңға бағынған құл болмайды дейді, сондықтан билік қалай айтады, солай жасап отыруға болады деп ойлаймын. Карантин кезінде осы шектеу қойылған кезде төрт қабырғаға бәріміз қамалдық. Сол кезде жалпы нені түсіндің? Ненің қадірін ұқтың? Осы өте орынды сұрақ. Көп нәрсені әлі түсіну керек шығармыз, бірақ көп нәрсені ұғындым. Көп нәрсенің қадірін түсіндік шынымен де. Не нәрсе екенін дәлдеп айтылмауы мүмкін, бірақ байсалдылыққа, сабырлыққа үйреткен сияқты. Кім-кімге де әркімге қайырлы тұсын көрсетті ғой деп ойлаймын. Осы карантиннің кезі ойланып сөйлеуге мүмкін дәл қазіргідей. Бір сұхбатында кітап жазу жалпы ойда бар деп айтып қалдың. Жаңа оған айтыстағы үзінділерді, жалпы өзің жайлы айтылған пікірлерді соған естелік қылып жинасам, өзіме болмаған жағдайда өзіме тарих болып қалатындай бір жинақ болса деп, кітап қылып шығарсам деп, сондай бір сұхбатта айтып қалдың. Карантин кезінде мүмкін бастаған шығарсың, әлде қалай, әлі де ойда ма? Кітап жазу енді әрбір ұлы дала кітабы дейікші. Ұлы дала жолы деп па? Әркімнің, енді әр жазушы, әр қаламгердің, әр ақынның бір мақсатында, жоспарында мүмкін, арманында болуы мүмкін, журналистердің өзімнің де бір кітап жазу ойымда бар шығар. Сол сияқты осындай бір орайы келген сұраққа солай жауап берсем керек. Айтыстардың барлығын жинаса бір кітап болып қалуы мүмкін негізі, сараптап келіп шығаратын болсақ. Ал енді өзім жеке айтыстан бөлек кітап жазып бастадым. Бұйырса, дәл қай күні, қашан екен айтылмаймын, бірақ жарық көреді бұйырса. Төреғалидың өзінің жанкүйерлері бар, Төреғалидың өзінің тыңдарманы бар, өзінің көрермені бар. Енді оқырманы пайда болатын болды деп. Бұйырса. Сахнада жүргеніңе, қателеспесем, 11 жылдай болып қалды. Ең алғаш қолыңа домбыра алып, айтыс сахнасына, үлкен сахнаға көтерілдің. Енді сол кездері
Батпақтағы бақаның бағынан да сорын артық санаған сұңқар халық деп елдің қошеметіне бөленіп айтыста жарқ еттің. Халық айтыстағы Төреғалиды сағынды, шынын айту керек. Жел келіп екпінімен ұшырмаса қаңбақ өзін айтпайды. Жеңілмін деп, жеңілмін деп. Осы бір өресі биік өнерді өлтіріп аламау, болмаса қайтадан жарыққа шығарсам деген бір ой келмей ме? Айтысқа оралу жалпы жоспарда бар ма? Күнде мазалайды. Бұл ой күнде мазалайды. Қазіргі айтыстың да халі мені алаңдатады. Қайтып оралу деген енді көрермендерден келетін сұрақ. Иә, осы қайтып оралу дегенді өзім ойланамын да, осы сұрақ осылай қойылмаса екен деп ойлаймын. Өйткені іштей мойындағым келмейді, мен айтыстан кеткен жоқпын деп. Мысалы, эстрадалық концерт бергеннің өзінде де бір айтыс болса екен арасында. Өйткені сол айтыстан таныған ата-әжелер бар, ел, халық бар, қаншама жұрт бар, сондықтан соларды сағындырмай 20-10-15 минут қана беріледі негізі. Концерттің өзінде көп ұзақ берілмейді. Соның өзінде айтыс көрсетсем екен деп жүрем әрдайым жанталасып. Сондықтан мен айтыстан кеттім деп айта алмаймын. Сол қайтып менің айтысқа оралуым көп жастарға мүмкін себеп болар ма еді. Жалпы экраннан айтысты болсын, төл өнерімізді сөз қадірі, өз қадірің дейді. Осы жағын, осындай бағдарламаларды көбейту керек деп ойлаймын. Мен өзімді қызықтыратын бір сұрақ бар. Осы Төреғали Төреәлі неге өзінің әндеріне сөзді өзі жазбайды? Ақындық бар бойда. Білмеймін енді, толқынымды өзің жаздың енді. Оны өзің жарың арнаған ән, оны өзіңнен артық ешкім сипаттап бере алмайды. Ал басқалардың Қайнар Алагөз секілді мықты-мықты ақындарға жазғансың. Ал неге өзің жазбасқа? Жаңа ұстап шаққа жарымайды дегендей. Сондай қазақтың мәтелдері бар ғой. Сол сияқты өзіңе жазған, өзіңе бір кішкене бір ыңғайсыздау болып тұра ма, әлде өзіңнен көп қате іздеп кеткеннен кейін қанағаттанбағандықтан шығар мүмкін. Көңіл толмағандықтан шығар. Әрдайым адам білмеймін, өзіме қатты көңілім толмайды. Жазған өлеңдерімде аса жазып көрдің негізі. Басқа әншілердің орындауында бар мен жазған мәтіндерім. Солай жақсы сияқты. Қазір білмеймін, мен кішкене еріншектік пайда болды ма, мүмкін дейтін ештеңе жоқ, жалқаулық қой негізі. Құдайдың берген осы бір қабілетін, осы бір нығметін негіз құрметтеп, қайтадан қолға алу, ол да жоспарда бар. Бір уақыттары Ұлы дала комедиясы деп кинопрокатты да дүрсілкіндірдіңдер. Өте жақсы фильм шықты, өз басым көріп шықтым, қатты ұнады, идеясы ұнады. Сондағы алдағы жоспарда осы фильм жалғасын түсіру немесе бір басқа жанрдағы мүмкін мүлдем басқа фильм түсіру жоспарда бар ма? Ұлы дала комедиясының жалғасын түсірмейміз деп біз сол кезде ақылдастық. Сол киноның сценарийін жазған авторлармен. Ол авторлар сайт бар, Сержан деген жігіт бар, тағы да қосылып Ұлы дала боевигі деген, Алматы Гонконг деген фильм жазып бітірген тұғын. Енді міне бастаймыз деп түсірілім бастауға келе жатқан кезде осы карантин басталып кетті. Оның үстіне ол Алматы Гонконг деп болған оқиғадан алынады негізі тақырып. Сол бірінші Гонконгтан сол Қытайдан басталды ғой енді карантин. Сондықтан кішкене үзілісте әзір тоқтап тұр. Бірақ жоспарда сол фильм бар. Мені аты қызықтырып тұр. Ұлы дала боевигі, Алматы Гонконг. Креативті екен. Әнші болып танылғаннан гөрі, орындаушы болып танылған оңай ма деп ойлап қалдым. Себебі дауысы бар кез келген адам ұялы телефонды алдына қояды, қолына гитарасын, болмаса басқа аспапты алады, түсіреді, әлеуметтік желі әліне мініп тұрған шақта таратады. Ал әнші болсаң, клип түсіруің керек, концерт қоюың керек, гастрольге шығып ел аралауың керек. Оның кішкене күрделі жұмыс, жаңағыдай танылған оңай болып көрінеді. Жалпы осыған пікірің қандай? Мысалы, сенің толқыныңды айтып, аука танылды деген сияқты ғой. Иә. Өте жақсы ғой.
Алкан мысалға менің толқынымды айтқанды көріп бәріміз сүйсіндік, бәріміз тамсандық. Енді ары қарай өзінің мысалға ән қоржынын байытып, өзінің өлең өнерінің дәстүрін жалғастырып, өзіне жеке ән жаздырса, осы жарқ еткен сәтті пайдаланып, өзіне бейнебаян түсіріп кетуге үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Жалпы ондай адамдарға қарсы емессіз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Керісінше ән айтылмай қалған кезде жетім болып қалады деп ойлаймын. Ән оның орындаушысы, мысалға сен бір әнді орындап, оны ешкім елемей қойса, еңбектің бағаланбай қалғаны ғой, елеусіз, қараусыз қалғанымен бір дейді. Сондықтан ән шыққан кезде оны аука болсын, оны басқа жандар болсын, қарапайым қазақ болсын, кез келген адам айтып жатса, оған тек қуану керек. Елімізде жаңағы карантин шаралары жеңілдетіліп жатыр. Бірте-бірте уақыт санап кейбір шектеулер алынып жатыр. Егер толық алынған жағдайда ең бірінші бұл Төреғали неге кіріседі? Мүмкін гастрольге шығып кетерсің. Мүмкін. Ең бірінші ән сапар. Гастроль сағындық осы Нұр-Сұлтан қаласына келіп, көпірден өтіп бара жатып, қазақ концерттің қасынан өттік те. Көзіме оттай басылды. Көп ғимараттың ішінде қазақ концертіне. Мен мұндалап тұрма? Қолым бұлғап қашан келесің деп тұр екен. Барлығы жеңілдетіп, егер жақсы болып кетіп жатса, мен бірінші ойлаймын, гастроль басталып кететін шығар деп. Сол концерттер болып, барлығы жақсы кезде соның қадіріне жетпедік-ау деп көп ойланымды. Халықтың шатырлаған шапалағы, тоқтаусыз 1 минут, 2 минут бойы соғылған халықтың ыстық ықыласын, жаңа карантин не түсіндірді, не ұғындырды деген кезде сол ең бірінші сол сағындырды. Сөйткен халықтың қадіріне біз жетіп жүрміз бе, әлде тым қатты еркелеп жүрміз бе, ештеңені елемей бағаламай деп елдің, халық анамыздың қадірін бір түсініп қалдық осы кезде. Сол мен ойлаймын, бәрі ашылып кетсе, бірінші сол туған жерім Байқоңырдан бастап гастрольді бастайтын шығармыз бұйырса. Ассалаумағалейкум деп тұрып. Төреғали, енді біз арқалап гитарамызды бірге әкелдік. Сағынған көрермендер жаңада айттық бар. Әнді сағынған, енді осы бір қиын уақыт қой қазір. Жарқ еткен бір найзағай деп өтіп кетсінші деп. Бәрекелді. Осы әнді айтсақ, халық бірден түсінген шығар қазір. Әуені келіп жатқан шығар қазір басына, сағынып. Сол әнді еске түсіріп, бірге орындасақ. Жазып, бауырымыздың әніне жазылған Аян Сейітовтың өлеңі найзағай болып дейді. Жарқ ете қалайық. Жүрегің сонша жалынсыз байнам, тұнжырап келдің, тағынсыз қайдан, жеңісі бақыт, жеңіліс қайғы, махаббат деген қарусыз майдан. Махаббат деген қарусыз майдан. Түймедей баққа таңырқай берме, инедей мұңды найзадай көріп, жауатын бұлттай жабырқай берме, жарқ ете қалшы найзағай болып, жарқ ете қалшы найзағай болып. Қайырмасын ақпыл тағы рет айтайықшы. Түймедей баққа таңырқай берме, инедей мұңды найзадай көріп, жауатын бұлттай жабырқай берме, жарқ ете қалшы найзағай болып, жарқ ете қалшы найзағай болып. Ай, бәрекелді. Рахмет, Төреғали. Аз уақытта көл көсір әңгіме айттық, әнді айттық. Табысты бол, шабысты бол, еліңе еркелеп жүре бер, халқымен қауышатын уақыт тезірек болса екен деп тілеймін өзінде. Аман бол бастысы. Рахмет, әуеге. Көп рахмет. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын ағайын.